Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді пиццериядағыдай пепперони пицца әзірлейміз. Пиццаларымыздың жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен пиццаларымыздың қамырын елеп дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Суымыздың үстінен тұзымызды саламыз. Шекерімізді, ашытқымызды салып, венчігімізбен тұзымыз бен шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бізге оливковое масло қажет, мен осы түрін пайдаландым. Оливковое масламызды құйып, сұйықтығымызға жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осылай араластырып алдым. Енді венчигімізді алып тастап, ұнымызды електен өткізіп алған ұнымыздың бір бөлігін қосып, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Осылай елеп алдық. Енді қалған ұнымызды салып, қамырымыздың басы бірігіп, бір келкі болғанша жақсылап илеп аламыз. Осылай қамырымыздың басы бірікті. Енді бір келкі болғанша жақсылап иінін қандыра отыра илеп аламыз. Осылай илеп алдық. Енді бетін жауып, қамырымызды ашытуға қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Мен шұжықтың осы түрін пайдаландым. Осылай шұжығымыздың сыртын алып, жіптерін алып тастап, сыртқы бөлігін алып тастаңыздар. Осылай шұжығымызды да дөңгелек етіп турап аламыз. Шұжықтарымды турап дайындап қойдым. Осылай турап алдық. Енді сырларымызды да теркамыздан өткізіп аламыз. Мен комо сырын пайдаландым. Осылай теркамыздан сырларымызды да өткізіп дайындап қойдық. Енді салмамыз дайын. Енді қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды алып, қамырымызды ыдысымыздан шығарып, осы рецептпен 2 пицца шығады. 2 пиццаның қамырымызды дөңгелектеп, иінін жақсылап қандыра отыра, бір қамырымызды бөлек қойып қоямыз. Бір қамырымызды ұн сеуе отыра жайып аламыз. Қамырымызды оқтауымызбен жая отыра, бір келкі болғанша жайып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Осылай пиццамыздың қамырын бір келкі қып жайып алдық. Қамырымыз дайын. Енді листімізді алып, пергамент қағазын төсеп, осылай қамырымызды орналастырып, қамырымыздың пиццамыздың мен шешетін өріп шықтым. Бұл міндетті емес. Өр алсаңыздар, егер осылай өріп шығыңыздар, 2 саусағымызбен өріп аламыз. Осылай пиццамыздың қамырын өріп дайындап алдық. Енді соусын дайындаймыз. Ыдысымызды алып, кетчупымыз бен майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдым. Енді пиццамыздың қамырында ашытқы болғандықтан құрамында осылай вилкаммен тесіп шықтым шанышқымызбен. Қазір көтеріліп кетпейді сол кезде қамырымыз. Осылай жақсылап шанышқымызбен барлық жерін тесіп алдық. Енді дайындаған соусымызды осылай құйып шығамыз. Енді барлық жеріне пиццамыздың жағып шығамыз. Осылай жағып шықтым. Енді теркамыздан өткізіп алған сырымызды барлық жеріне салып шығамыз. Сырларымызды салып алдық барлық жеріне. Енді шұжықтарымызды салып шығамыз. Колбаса шұжықтарымызды. Осылай шұжықтарымды да салып шықтым. Енді қызып тұрған пешімізде үлкен градуста пісіріп аламыз. Осылай пиццаларымыз әдемі болып шығады.
пиццаларымыз пісіп жатыр. 8 минутта, 7-8 минутта пісіп шығады. Ең үлкен градусты асты үстінде пісіп шығады. Осылай пиццамыз 7-8 минутта пісіп шықты. Асты үсті де қосылып тұру қажет. Ең жоғарғы градуста осылай пиццаларым турап көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте жұмсақ болып шыққан. Осымен кереметтей пепперони пиццамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Пиццаларымыз осылай өте жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен мен 2 пицца жасадым пепперони. Отбасыма өте қатты ұнады. Қош сау болыңыздар.